Құрбандық шал десең, жаңа нелер бар? Оған шама жетпейді дейді. Бір ресторанға, бір обедке 40 000 теңгені тастап кетіп жатыр, бірақ бір қойға шама жетпейді. Бірақ Құдайдан қашасың бар ғой, құлшылықтан. Құдай сенен теріс айналып кетеді бар ғой. Құдай теріс айналды, жағдайың қиын болады. Жоқ болса да орнына берсей, биыл мен шаламын Құдай қаласа. Әйтеуір бір сосын жаңа анау базарға барып саудаласқан кезде арзанын берсей деп бір-біріне сирағы соғысып жатқан малдарды сояды. Құдайға ең әдемі нәрсені берсей, Құдай лайықтырақ болады. Ең әдемі. Бірақ Құдайға сендердің сойған малдарыңның еті де, қаны да жетпейді дейді Алла Тағала айтады. Просто сынап жатыр да, не істейді екен деп ше. Аллаға тақуалықтарың ғана жетеді дейді Алла Тағала айтады. Жүрегіңдегі таңдалып жатқан кезде мен Құдай үшін істейін деп жатырмын, жақсы малдан сояйын енді. Сол таңдау бар ғой жүректегі, сол жетеді Құдайға.